Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біз 5-ші сынып бойынша 4-ші тоқсанның 2-ші Б жобасын көрсететін боламыз. Holidays тақырыбы бойынша. Б жоба 2 тапсырмадан тұрады. Reading, оқылым, writing, жазылым. 20 минутқа беріледі. Reading, task 1. Use the information in the story to answer the questions below. Так, бұл жерде мына мәліметті оқыңыздар дейді, содан кейін сұрақтарға жауап беруге болады дейді. Holidays, мейрамдар. Henry liked spring holidays because he liked the weather and the St. Patrick's Day. In that day, people were green. Easter was a good holiday too. You could see the Easter rabbit hunt for eggs and find candy. Бұл жерде Генри көктемгі мерекелерді ұнатады дейді, себебі оған көктемгі ауа райы ұнайды. Әулие Патрик күні ұнайды дейді, сол күнгі. Ол күні адамдар жасыл киім киіп, манағы Easter дегеніміз Пасха, Пасханы тойлайды екен. Пасханы жұмыртқа іздеп, кәмпит манағыдай қоян түрінде, Пасханы қоян түрінде болады дейді, және жұмыртқа не істейді қарны ашқан уақытта, және әртүрлі конфеттер пайдаланады екен. Sandra liked summer holidays like Independence Day. She always went to the air show to see airplanes. In the evening, they'd shoot off fireworks. Mother's Day and Father's Day were usually in the summer too. Сандра тәуелсіздік күні сияқты манағы жазғы демалыстарды ұнатады дейді. Ол үнемі әуе шоуына ұшақтарды көру үшін барады дейді көбіне. Кешке қарай олар манағыдай отшашуларды атады дейді. Аналар күні мен әкелер күнінде көбіне жазда болады екен, оларда. Сол үшін ол жазды ұнатады екен. Judy's loved fall holidays. Most sweetest day wasn't that popular, but it was a nice day and sometimes she got candy. Halloween was such a great time. Thanksgiving was just few weeks later. Between Halloween's candies and the Thanksgiving's turkey was the best food season of the year. Так, Judy ең көбіне күзгі мерекелерді жақсы көреді екен. Тәтті күн дейді, соншалықты танымал емес еді дейді, бірақ бұл күнде жақсы күн болды дейді. Кейде манағыдай көбіне анда-санда кәмпитті ойлайды екен. Halloween'де керемет уақытта болады дейді, күзгі уақытта болады екен. Мейрамдардың бәрі көбіне ол күзгі уақытта болатын болғандықтан күзді жақсы көреді екен. Алғыс айту күніне де бірнеше ғана апталар қалды дейді. Halloween'де кәмпиттер мен манағыдай ризашылық Thanksgiving Day, рахмет айту күнінде күрке тауық жейді екен оларда. Ол өте манағыдай менің ең жақсы тамағым дейді. Winter holidays were Tom's favorites. Christmas was a great time to be with family. New Year was exciting because everyone stayed up late and chatted when the year changed, and there were often fireworks. Қысқы демалыста Томстың сүйікті демалысы болады дейді. Рождество отбасымен бірге болу үшін тамаша уақыт еді. Жаңа жыл қызық болды дейді. Өйткені жыл ауысқанда бәрі кеш тұрып, көңіл көтеріп, жиі отшашу болады дейді. Енді мына жердегі сұрақтарға қай жауап сәйкес келеді, соны қарайық. What season holidays does Henry like most? Генри қай маусымдағы мерекелерді көбірек ұнатады? Әрине, A. Spring, көктем екен. Second, fall is a favorite season for Henry. Манағы сүйікті маусымы дейді, Генридің деп жазамыз деген. Which of these is not a summer holiday? Үшінші, мыналардың қайсысы жазғы демалысқа жатпайды дейді.
жазғы демалыстағы мейрамдарға жатпайтыны қайсысы? Saint Patrick's Day. B. First, which of these is a spring holiday? Төртінші, мыналардың қайсысы көктем мерекесіндегі мейрам? Easter. A. Easter. 5. Which of these is a fall holiday? Бесіншісі, мыналардың қайсысы күз мерекесіне жатады? D. Halloween. Halloween мерекесі жатады екен, иә? Next, writing. Task 2. Write a paragraph about your last holiday celebration, answering the following questions. What was your last holiday? Where did you celebrate it? How many people were at the party? Who were the friends, relatives, classmates? First, did Annie get presents? What kind of presents? What did you like the most? Так, бұл жерде жазылым бөлімінде өзіңіздің манағы соңғы жақсы көретін мерекеңіз туралы әңгімелеңіз деген, я болмаса жазыңыз дейді соны, иә. Мына сұрақтарға жауап беру арқылы жазуға болады дейді, иә. Бірінші сұрақта соңғы демалысыңыз қандай болды? Екінші сұрақ бойынша қай жерде тойладыңыз? Үшінші сұрақ бойынша кешке неше адам қатысты? Олар кімдер? Достарың ба, туыстарың ба, сыныптастарың ба деген сияқты. Төртінші, біреу сыйлық алды ма? Алса қандай сыйлықтар алды? Сол туралы жазуға болады дейді. Бесінші, сізге не ұнады сол мейрамда? Сол туралы жазуға болады екен. Мына жерде шағын жазып көрсетіп қойдым сіздер үшін. Өздеріңіздің ойларыңыздан қайтадан жазуға болады. The last time I celebrated Nowruz holiday. Nowruz is very important holiday for Kazakh, which marks the beginning of the new year. I celebrated it with my family. We went to the central square of my city to celebrate. There were a lot of people there. Firstly, we ate our traditional foods like Nauruz Kuje, Baursak, and many more. Then we played our traditional games. I received a present from my mom. She gave me a traditional jewelry. The thing that I like most about this holiday is that it brings people together to save our traditional. Так, бұл жерде соңғы рет Наурыз мерекесін тойладым дейді, иә. Наурыз мейрамы қазақтар үшін жаңа жылдың басын білдіретін өте маңызды мейрамдардың бірі. Мен оны отбасыммен атап өттім. Біз орталық алаңға бардық тойлау үшін дейді, қаладағы орталық алаңға бардық дейді. Ол жерде адам өте көп болады дейді. Біріншіден, наурыз көже, бауырсақ және тағы басқа сияқты ұлттық тағамдарды жейміз дейді. Одан кейін дәстүрлі ойындар ойнадық дейді. Мен анамнан сыйлық алдым. Ол маған дәстүрлі зергер бұйымдарын сыйлады дейді. Бұл мерекенің маған ең ұнағаны дейді, дәстүрімізді сақтау үшін адамдарды біріктіру. Осылай басқа мейрамдарды да өздеріңізге ұнаған мейрамдарды жазуға болады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңырауша белгісін басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.